Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге сметанник дайындап көрсетемін. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Бірінші болып тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, шекер және де бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болу үшін қолмен араластыру қажет. Бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз аздап қолға жабысқақ болғандықтан аз уақытқа холодильникке қойып аламыз. Өздеріңізде бар қалаған форманы қолдануларыңызға болады. Менде дәл осылай форма болғандықтан мен астына фольга жабыстырып алдым, дәл осылай. Барлық жерін бір келкі тегіс етіп, содан соң барып тынып болған қамырымызды салып, бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырымыздың азғантай бөлшегін алып қалып, дәл осылай үстіңгі жағын, яғни бортигін жасап алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Ендеше салмасын дайындап аламыз. Менде 20% сметана және де 4 жұмыртқаны салып, шекер саламыз өз қалауыңыз бойынша. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі араласып болған соң, қамырымыздың үстіне жайлап құйып аламыз. Алдын ала қыздырып алынған пешімізде 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бұл духовкадан алған кезде дәл осылай беті кішкене көтеріліп тұрады. Әлі жұмсақ болғандықтан бұл кезінде кесуге болмайды. Кішкене суытып барып, содан соң кесеміз. Мінекей біздің сметаннигіміз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Мен шоколадты ерітіп, үстінен дәл осылай сәндеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сахарный пудра не болмаса, жеміс-жидектермен сәндеулеріңізге болады. Рецепт сіздерге ұнаған болса, төменде өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.